Қайырлы күн достар, эфирде Қажылғызы Ньюс бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Жанара Сәрсен қызы. Қажылғызы битум құрамындағы полимердің мөлшерін нақты бақылау әдістемесін әзірлеуде. Институт ғалымдары асфальтобетон қоспаларына арналған битумды тұтығыштардағы полимердің сандық мөлшерін анықтау тақырыбындағы ғылыми зерттеу жұмысына кірісті. Жобаның мақсаты модификацияланған битумдардағы полимер мөлшерін нақты бақылау әдістерін әзірлеп өндіріске енгізу. Мұндай тұтқырғыш материалдар жол құрылысы мен жөндеу жұмыстарына арналған асфальтобетон қоспаларын дайындауда кеңінен қолданылады. Аталған әдістеменің енгізілуі битумды тұтқырғыштардың сапасын жол құрылысының барлық кезеңдерінде тиімді бақылауға мүмкіндік беріп, еліміздің жол желісін техникалық жай-күйін жақсартуға септігін тигізеді деп күтілуде. Елімізде көлік инфрақұрылымын басқару ісіне цифрлық технологиялар белсенді түрде енгізілуде. Осы бағыт аясында институт техникалық жай-күйін диагностикалау, бақылау және болжау бойынша мәліметтерді комитеттің көпірлерді пайдалану және басқару жүйесінің бірыңғай цифрлық платформаны іске асыруда. 2023 жылдан бастап жоба аясында Павлодар, Орал және Астана айналма жолдары сынды күрделі құрылымдарды қоса алғанда 100-ден астам көпір тексерілді. Бүгінде олардың 3 өлшемді цифрлы көшірмелері әзірленіп, бұл құрылымдардың жай-күйін қашықтан бақылауға және тәуекелдерге жеделден қоюға мүмкіндік беріп отыр. 2025 жылы тағы 60 көпірді тексеріп, олардың барлығына цифрлы көшірме жасау жоспарланған. Қазақстанда жол саласының маңызды нормативтік құжатты асфальтобетон және орган минералды қоспаларды сынау әдістерін реттейтін КРСТ 1218 2003 қайта қаралды. Жаңартылған редакцияны институт мамандары әзірледі. Құжат климаттың өзгеруі, жүктеменің артуы мен құрылыс технологияларының жаңаруын ескере отырып, халықаралық және еуразиялық талаптарға сәйкестендірілді. Негізгі өзгерістердің бірі тығыздық коэффициентін есептеудің жаңа әдістемесін енгізілді. Енді бұл көрсеткішті есептеуде тығыздау кезінде шағылтастың қайта уатылуы ескеріледі. Ол үшін материал құрылымы жүктеме астында қалай өзгеретінін көрсететін қайта қалыптылған сынамалар немесе сынақтың мақсатына байланысты бастапқы қоспадан алынған сынамалар пайдаланылады. Жаңа тәсіл ауыр жүк тасымалданатын және ауа райы құбылмалы аймақтар үшін аса өзекті. 2025 жылдан бастап Қазақстанда жол саласының арналған заманауи суперпейп технологиясы кезең-кезеңмен енгізіледі. Жол құрылыс саласында кеңінен қолданылатын шағыл тасты жеткізуші карьерлік кәсіпорындар бұл өзгеріске дайын болуы тиіс. Суперпейп стандарттарына көшу өндірістік үдерістер мен сапа бақылау жүйесіне жаңа талаптар жүктейді. Бұл карьерлер үшін нені білдіреді? Кәсіпорындарға жабдықтың жаңғырту технологиялық карталарды жаңғырту және сапа бақылау жүйесіне бейімделу қажет болады. Суперпейп стандарттарына көшу жол жамылғыларының қызмет мерзімін арттыруға және халықаралық талаптарға сәйкестікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.